Ақыр заман түстері. Енді біріншіден ақыр заман түстерінің мәтінін айтып жіберетін болайық. Ақыр заман түстері біреулер мысалы жер сілкініп атады. Жер сілкінгеннен түсінде заман ақыр орнапты деп ойлап қалады. Біреулер жаңағы судың апаты, сондай бір үлкен сулар үйлерін басып атқан, өздері қашып атқан сондай түстерді көреді. Бұны ақыр заман келіп қалды екен деп ойлап жатады. Ал тағы біреулер жаңағы жер шарын бүтіндей көріп, бүкіл әлемді көріп, соған бір үлкен тас келе жатыр, метеорит келе жатыр, қазір соғылады, ақыр заман болыпты дейді. Діни позицияда жүргендер жаңағы қиямет күні, яғни қайта тірілу күнін, адамдардың махшарда тұрған, есеп беріп жатқан, осының бәрін көріп жатады. Осы жерде бір нәрсені айта кетейік, ақыр заман түстері жалпылама емес. Жаңағы естеріңізге салсақ, осы ковид кезінде әлемдік вирус тараған кезде түркиялық әйел жаңағы түсіме пайғамбар алейхисалам кірді, Құранға түсіп кеткен кірпігіңді ал да жаңа суға қосып жібер, саған вирус жұқпайды дегенді айтты. Ол әйел бұны әлемге жариялады. Негізі бұндай түстер тек қана бір адамға қатысты, яғни әркімнің өзінің түсі тек өзіне қатысты болады. Неге? Себебі адам пайғамбар болу керек. Ол адамдарға бүкілін ескерту үшін оның пайғамбар болу шарт. Ал енді бізде Құранда Алла тағала жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи жеткен хадистерде соңғы пайғамбар Мұхаммад екен, және Иса алейхисалам Құранда айтады, менен кейін ең соңғы ақыр заман пайғамбар болады, оның аты Ахмад деп. Саллаллаху сондықтан да бұндай түстерді көрушілер, ақыр заман түстерін көрушілер, бұлар әлемге ескерте алмайды. Енді туған-туғандарына ескерту ол бөлек мәселе, бұл қияметтің жақын қалған ол бөлек мәселе. Біз түс жайлы айтып отырмыз. Түс көрген, ақыр заман туралы түс көрген адам, ол айта алмайды оны жақындарына, бүкіл телевидениеға, тиктокқа шығып, адамдар жараңдар, қиямет болады, келесі жұма қиямет екен, айбай, ешкім айта алмайды. Неге? Өйткені ол бірінші шарт пайғамбар болу керексіз. Ал пайғамбар Мұхаммад саллаллаху кейін келмейді, келсе Иса алейхисалам келеді деген мәселе. Бұл ақыр заман түстерінің бірінші ашықтамасы. Яғни ендігі айтатын нәрсе, мен туған-туысқандарыма ескерте алмасам не істеуім керек? Бұл сіздің жеке басыңызға келіп жатқан жалпы ақыр заман түстерін айтып отырмыз. Қазір ашықтаймыз оның ішіне кіріп жеке-жеке. Жалпы ақыр заман түстері бұл сіздің басыңызға келіп жатқан ескерту. Сен намазыңды түзе, сен оразаңды түзе, сен қарыздарыңды өте, кісінің ақысын жейтен қайтар. Яғни діни ақыр заманда кімдер жақсы, кімдер жамандықта қалады, осы мәселені өлшеп жасауыңыз керек. Және бұндай түстер әлбетте өзі жүрегінің қозғауы бар адамдар, яғни хидаятқа жақын адамдар, ақиқатты қабылдай алатын адамдар, солар өздері көреді бұл түсті. Бұл сізге ескерту болады. Екінші мәселе, ақыр заманның барлығы ақыр заманға жорылмайды. Мәселен, біреуін алатын болсақ, бұл жаңағы адамдардың жиналуы. Адамдардың жиналуын түсінде көрушілер, бұл жаңағы өмірде кімдер жиналады? Жалпы алғанда, мысалы, бір той болса жиналады, той, 60 жас, 70 жас, күміс той, алтын той, жаназа, ас беру, сондайға жиналады. Одан кейін жаңағы үлкен, мысалы, Наурыз қазір, үлкен мерекелерде адамдар жиналады. Яғни бұл сондай сіздің деңгейіңізге байланысты сондай жиналыстарды білдіреді. Ол жерде адамның жаңағы мәтінде көрінісі білінеді, ол адамның не істеп жүргені. Қашып бара жатыр ма, ортада жүр ма, бұл сіздің сол болатын жиындарда, жаңағы тойда, әулеттік тойларда, біреудің үйленуі болсын, сіздің деңгейіңізді білдіреді. Сіз ортада, ол әулетте ортада жүріп, барлық тұрмыс тіршілікке араласасыз ба? Жоқ, әлде жаңағы шетте қалып, сізге бұл қызық емес, өз проблемаңызбен той жайына қалған жүрсіз сол жерде, бола ма? Осы мәселеге жорылатын болады. Ал екінші, бұл жер сілкінісі. Түсінде жер қатты сілкініп, ақыр заман болып жатыр деп ойлау, бұл жаңағы адамның өзінің несіне жорылады, принциптеріне жорылады. Бұл жерде адам өзі іштей ойлауы мүмкін де, бірінші мәселесі, ойлайды жаңағы, осы менің істеп жатқан ісім дұрыс емес. Яғни, мысалы, діни нәрсе, қыз баласын алайық, қыз баласы намаз оқиды, бірақ хиджаб, орамал кимейді, бір парызы бар, бір парызы жоқ. Сол адам ойлауы мүмкін, осы менікі дұрыс емес, мен намаз оқып жүрмін, ораза ұстаймын, бірақ тағы бір парыз, мен бүкіл парызды орындап жүрмін, бірақ мына парыз менде қалып тұр деп ол ойлау мүмкін. Әзір мысалы ол нәпсі бөлек мәселе, мысалы ол ел жұрт не дейді, қалай киемін, ол бөлек мәселе. Біз түсті айтып отырмыз. Ол түсінде осылайынан, яғни өмірде ойлап қалған адам түсінде
жер сілкінісін көріп атады. Мысалы, жер сілкінісі сіз жаңағы жалаңаш күйде немесе киімсіз қашып барасыз. Бұл жерде сізге сен парызыңды орында. Сенде барлық парыз бар, бірақ мына орамал тақпаған үшін сен кішкене болмай қаласың ғой ақыретте. Сондықтан орамалыңды тағып ал деген ишара болады. Жер сілкінісінің екінші мәселесі бұл жерде адамдардың жаңағы несіне жорылады, жалқаулығына жорылады немесе еріншектігіне жорылады. Іші пысып, мысалы адамның бір жерде отырқағаны, мысалы ода талай шаруа бар. Оған мысалы соңға бару керек, басқа ауылға барып келу керек, жаңағы сондай мәселеде мысалы ол күнделік тұрмыс тіршілігінен шықпайды. Үй жұмыс, мысалы 5 күн жұмыс, 2 күн демалыс, бірақ ана жерде көп шаруа қалып жатыр. Жер сілкінісі түсіндегі осы нәрселерді жылдам бітіруің керексің, орныңнан тұр, орныңнан қозғалу керексің деген мағыналарда да жорылады. Келесі мәселе бізде су арқылы ақыр заманды білу. Яғни түсіңде жаңағы су қатты цунами тасып атады, тайфун көтеріліп атады, жаңағы үйіңе су кіріп, үйіңді су шайып кетеді, сен айтып жүрсің анда-мында қашып деген сияқты. Бұл жерде су енді бұл бөлек мәселе ақыр заман ішінде. Бұл жерде су дегеніміз бұл Алла тағаланың ашуы дегенді білдіреді. Яғни сіздің қазір өмірде істеп жүрген бір қателігіңіз бұл Құдайдың ашуын тудырып қойған мәселені білдіреді. Бұны сіз түземесеңіз, бұл сіздің ақыретіңізге де зиян екенін білдіреді. Бұл жерде айта кететін нәрсе, жамандыққа жорылатын дейміз, ескерту түстері бұлар адамдың жаман, сол мысалы осы Алланың ашуын алсақ, сіз өмір бойы Алланың ашуында қалып, ақыретіңіз Алланың ашуында қалады деп білдірмейді. Яғни сізде ол нәрсе бар, сіз соны кетіріңіз деген түс бұл. Сіз мысалы намаз оқисыз, арақ ішесіз, арақты таста деген. Мысалы үйленіп алғансыз Құдайдың ақ некесімен, бірақ зина жасап жүрсіз, зинаны таста деген. Яғни осындай мәселелерді бұл сумен көру білдіреді, осыларды түзеуді, кетіруді. Өйткені түсіңдегі су, тастың домалауы, тас жаууы, жел соғуы, бұның барлығы түсіңдегі ауа райлар Алла тағаланың ашуын білдіреді. Себебі жаңағы бір риядтарда жеткен Алла тағаланың осы теңіздер, сулар оның әскері деген мағынада. Талай қауымды Алла тағала жер сілкінісі, найзағай, су тасқыны арқылы құртқандығы да Құранда баяндалған. Және соңғы мәселе планеталардың күйреп жаңағы жер шарына, яғни бұл жерде космостан жер шарына көзқарас. Яғни түсіңде космостан жер шарын көріп тұрсың сен. Бұл мәселені айтамыз. Бұл тікелей ақыр заманға жорылмауы да мүмкін. Себебі бізге ишарат етілетін нәрселер біздің сана сезімімізге сиятын арқылы беріледі, ескертулер. Мысалы, сіз жаңағы ақыр заман болғанда сіз космосқа ұшып кетіп ақыр заманды көрмейсіз ғой. Кеудеден жаны шығу бұл ақыр заманға қатысты емес. Сондықтан сіз аспаннан көріп атқаныңыз ақыр заманды, ай мен жердің соғысуы, күнге жердің барып жақындауы деген мәселелер, соның арқылы қызып, жаңағы космостан жерді бақылау түсіңдегі, бұл адамның денсаулығында кінәрат барын белгісі. Екі мәселе, біріншіден ол жаңағы әртүрлі ақыр заманға қатысты киноларды көріп алған болуы мүмкін, соның әсерінен көріп жатыр, немесе ол адамның өзінің денсаулығында бір кінәрат бар. Яғни түсінде бұл ақыр заманнан бөлек болсын, түсінде планеталарды аралау, жер шарын қарау, жаңағы құс жолында жүру, қара дыраға кіріп кету, бұның бәрі адамның денсаулығының істен шыққаны, жүйке жүйесіндегі бір ақаулықтарды білдіреді. Яғни бұндай соңғы түсті көрген адамдар әлбетте жүйке жүйесіне мәселесінде МРТ болсын қаралуы керек. Қорытынды айтқанда, ақыр заман түстері тек қана өзіңізге қатысты жорылады, және бұндай түсті көрген адам мейлінше түс жорытып алып, Алла тағала не ескертіп тұрғанын біліп алғаны дұрыс. Себебі ешбір ақыр заман түстері бұл сүйінші бабына жатпайды, ескерту бабында әрдайым кіретін болады.